Одан кейінгі жетінші әдеп бұл үйленген адамның хайызға қатысты, хайыз нифасқа қатысты мәселелерді, олардың үкімдерін білуі. Бұл да ол адамның міндеті болып табылады. Яғни, мысалы, әйелі қашан намазды тоқтатуы керек, қашан намазды бастауы керек, қай уақытта әйелімен қосылуға болады, қай уақытта қосылуға болмайды. Бұның барлығы, яғни көп жағдайда осы хайыз нифасқа қатысты болады. Соның барлығын адам білуі қажет. Алла субханала тағала қу анфусакум ва ахликум нара. Өздеріңді, отбасыларыңды тозақ отынан сақтаңдар деді. Енді тозақ отынан қалай сақтайсыз? Осындай халал харамды үйретумен, мысалы намазын дұрыс оқуы, хайыз нифастың үкімдері, мынандай уақытта хайыз болады, мынандай уақытта истихада болады деген секілді осы мәселелерді біліп үйрету керек. Және сондай-ақ имам Абу Хамид ал-Ғазали рахимахуллах айтады: فعليه أن يلقنها اعتقاد أهل السنة ويزيل عن قلبها كل بدعة إن استمعت إليها. أهل السنة والجماعة عقидасын үйрету керек деді. Және оның жүрегінен кез келген бидағатты, кез келген күмәнді шығару керек. Егер ол сол күмәндарды тыңдап, бидағаттарды тыңдап, жүрегіне күмән кіріп кеткен болса деді. Бұл мұсылман адамның міндеті болып табылады. ويخوفها في الله إن تساهلت في أمر الدين. Және дін істерінде жеңілтектік танытып жатса, оны Алламен, ақиретпен қорқытып тәрбиелеу керек деді. Тәрбиелеу керек. Бірінші өзі хайыз нифастың үкімін білуі керек, және одан кейін сол нәрселерді әйеліне үйретуі керек деді. Әйеліне үйретуі керек. Өзі білмесе, сол бір мәселе болып қалды ма, барып білетін адамнан сұрауы керек. Имамнан, мешіт имамнан, ұстаздан барып сұрауы керек. Егер онда қақпайтын, түсінбейтін болса, онда мешітте, мысалы, әйел ұстаздардан барып, сол мәселелерді үйреніп алуға әйеліне мүмкіндік тудыруы қажет. Енді жалпы бұл нәрселерді мұсылман адам өзі білмесе, әйеліне білуге мүмкіндік тудырып бермесе, онда күнәһар болады деді.